Саламатсыздар ма менің құрметті оқырмандарым? Міне мен бір көрпешенің 24 дана тырнақша құрағын тігіп алдым. Бәрінің размері 15-те 15. Келесі ою құрақ 15-те 15, бұл да, бірақ оюдың іші бұл. Себебі сырт ақ болып тұрғанын байқап тұрсыздар ма? Оюдың ішкі жағы бұл. Бұның да көлемін 15-15 етіп алдым. Бұдан 14 дана дайындадым. Мына пагон құрақтан бір көрпешеге 96 дана кетеді екен. Соны дайындап алдым. Бұлардың да ұзындығы 15, ені 7,5. А мынау 7,5-да 7,5, ортадағы нелері. Қойылатын осындай шаршысы бар еді ғой, пагондардың ортасына, сол мынау. Мына жерде тырнақша құрақтың ең соңғы лентасын, мінекей, бәрін бір шетіне келтіріп дайындап қойдым. Мынау ою құрақтың түгін төмен қараттым. Мына шаршыны да түгін төмен қараттым. Бәрін сөйтіп дайындап алдым. Енді қазір қалай қоюын тағы бір көрсетейін. Өткенде де сіздерге көрсеткен болатынмын. Барлық соңғы ленталарын өзіме қаратып қойып алдым, мінекей. Енді осыдан бастаймыз. Жиырма төрт дананы 8-8-ден 3 қатар қойылады. Мына ең соңғы лентасын өзіме қараттым. Және де үшеуін қатар қойып алдым. Енді осыны айналдырып жаңылысып кетпейміз. Жаңылыспас үшін алдымен осылай қойып аласыздар. 4 жағына пагон құрақты қойып шығамыз. Тырнақшаның плюс болып тұрғанда тігінен қоясыздар, және өздеріңізге қаратып соңғы лентасын қойып аласыздар. Мәне 4 шетіне де пагон құрақты қойып шығамын. Осылай қойсаңыздар жаңылыспайсыздар. Бұл менің 3-ші көрпешем тігіп жатқан. Бұдан бұрында мен сіздерге бәрін осылай жеке тіккеніме дейін жеке қалай қоятын бәрін көрсеткен болатынмын. Мынау шаршысы ортаға қойылатын 7,5-да 7,5. Бұның да түгін төмен қаратып алдым, мінекей. Бұны ортасына қойып шығамыз пагондардың. Бұл 7,5-да 7,5-нан мен 37 данасын дайындадым. Бір көрпешеге 37 кетеді екен. Енді келесі кезек түгін төмен қаратып алдым. Ою құрақты қоямын. Бұл не үшін төмен қаратамыз, оны білесіздер. Түкті мата бұл құбылады түсі. Екі жаққа қарап қалса, ол құбылып өзгеше түс береді. Соны ұмытпаңыздар. Бұның да жан жағын пагон құрақпен көмкеріп шығамыз, е? Мінекей. Түгін төмен қаратып алыңыздар. Осы 7,5-да 7,5-нан 37 бас кетеді екен. Дана кетеді екен, 37 штук кетеді екен, да? Мен осыны қырқып осылай дайындап аласыздар. Мына жерде мен тағы да осыған қарай зер салып отырыңыздар. Міне соңғы лента мынау тұр. Соңғы лента мынай тұр. Бәрін қойып алған мен. Міне. Тырнақшаны түзу қып
тік түсіреміз. Мынау несін, тырнақшасын тік түсіреміз. Сол кезде қисаймайды, тура қойылады. Соңғы лентасы өзіңізге қарап тұру керек. Тағы да погон құрақпен көмкеріп шығамыз жан-жағын. Міне осылай қою арқылы сіздер көрпешелеріңізді қатесіз қойып шыға аласыздар. Бұл погонның да ұзындығы 15, ені 7,5. Төрт жетіде погонмен көмкеріледі. Бұрынғы тіккен көрпешелерімде білесіздер, менімен бірге болғандарыңыз, мына ортадағы ақ оюымыз біздің о кезде не дейді анау бордовый күлгін түсті болып шығатын, иә. Енді міне оюдың ішін қойғандықтан бұның түсі ақ болып тұр. Тек қана оюы күлгін болып тұр. Бұл ішкі жағы оюдың. Енді бұны тастай берейін десем, ол да пейнеттеніп тігілгеннен кейін тастамадым. Енді осыны қойып, бір-екі көрпешені осы түстен тігетін болам. Бұны да көмкереміз погонмен. Міне сол кезде жаңылыспайсыздар. Және ортасына 7,5-да 7,5 шаршыны қойып шығамыз. Енді соңғы лентасына қарайсыздар. Өздеріңізге қаратып лентаны. Және үшеуін қойып шығамыз. Осы көрпешеден енді екеуін тіксем деп отырмын. Себебі мен бұны үйреніп, өзім әбден жаттығып алуым керек болып тұр. Мына үшінші болады, енді осынан кейін екеу тікем тағы да. Алла қаласа. Осы көрпеше өзіме қатты ұнады. Сосын бір бөлменің ішіне, бір бөлмесіне жететіндей қылып 5-еуін тігіп алмақшымын. Енді ою құрақты қойып шығамыз. Оның да шетін погонмен көмкереміз. Тура осы қалыппен қойып отырасыздар барлығын. Соңғы лентаға қараймыз. Енді шамалы жылдамдатайын, сіздердің уақыттарыңызды алмай. Үшеуін қойып алдым. Погонмен көмкеріп шығамыз. Ортасына шаршыларын қоюды ұмытпаймыз. Мінекей, сәл жылдамдатайын. Ойының да түгін төмен қаратасыздар. Погонмен көмкересіздер.
соңғы лентаға қараймыз. Оның үшеуін де қойып шығамыз. Және пагонмен көмкереміз. Шаршыларды қойып шығамыз. Түгін төмен қаратып. Сіздерге түсінікті шығар деп ойлаймын. Ортасына шаршыларын қойып алыңыздар. Түгін төмен қаратасыздар. Мен өзіме не тіксем, соны тек қана сіздерге салып отыратын боламын. Сатып жатқан жоқпын, заказ қабылдап жатқан жоқпын. Тек қана үйіме не істеймін, соны сіздерге көрсетіп отырмын. Міне енді 17-те 17 шаршыны біз қызыл шаршыны қиып алғанбыз ортасынан. Оның да түгін бір жаққа қаратасыздар. Бұдан 9 данасын қиып алдым. Енді 10-да 10 қызыл шаршыдан 11 данасын қиып алғам. Мына бұрышына қойылатындар болар. 20-да 20 біреу бар. Соны 4-ке бөлеміз. Арғы шетіне де қойып алайын. Бұлардың да түгін төмен қаратасыздар. Түктерін обязательно тексеріп отырыңыздар. 10-да 10 шаршыдан 11 данасын қырқып алдым. 17-те 17 шаршыдан 9-ын қырқып алдым. 9 шаршы алдым. Соның барғы шетіне қойғанда тура шығады. Мінекей мынау жаңа 17-те 17. Міне осылай қойып шығамыз. Қазір мына 10-да 10 шаршылардың орындары бос тұр. Қазір соны қойып шығамыз. Барлығының түгіл бері төмен қарау керек, өзіңізге қарау керек. Мен енді 10-да 10-ды алдым. Оны ортасынан қиып дайындап қойғам. Мінекей бұны осылай қойып шығам. Тіркеліп, лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Талай жақсы нәрсені үйрететін боламын. Айналдыра қойып алып шығайын қазір. Бұның тігілген жолын да көрсеткен бұрында сіздерге. Бәрін бір-бірлеп тұрып көрсеткен тұғым. Мінекей енді жақындатып көрсетейін. Қойып болдым. Мінекей мынандай көрпешенің бір беті шықты. Мінекей. Бұл жол тіккенін көрсетпеймін, себебі өткенде түсінікті етіп әбден жақсылап көрсеткен болатымын. Жеке.